Мен Асқар Алихан Асқарұлы, Қазақпарат халықаралық ақпарат агенттігінің Өзбекстандағы меншікті тілшісімін. Докторант Мархабаева Гүлшат Төлеуқызының ел имиджін қалыптастырудағы коммуникативті стратегиялар мен пиар құралдары Қазақстан Республикасының мысалында тақырыбындағы докторлық диссертациясына сұхбат беруге келісімді беремін. Алғашқы сауал. Шетелдегі тілші ретінде негізгі қызметіңізге тоқталып өтсеңіз. Өзімнің тікелей міндеттеріме тоқталмас бұрын әуелі шет мемлекеттердің аумағында жұмыс істейтін журналистерге қойылатын бірнеше талапты атап өткенді жөн санаймын. Бірінші, бұл тілшінің кәсіби сауаттылығы. Бұл ретте агенттік басшылығы әр маманның ақпаратты саналы сараптай алу қабілетіне ден қояды. Мақаланы тек кестелі сөзбен өрнектеу жеткіліксіз. Журналист жеткізбек ойды нақты жүйелеп, материалды елдер арасындағы қарым-қатынасқа тигізетін ықтимал зияны мен берер пайдасына зер салу қажет. Келесі талап. Шет тілдерін меңгеру. Тілшінің өзге ұлт өкілдерінің ана тілінде емін-еркін диалог құра білу қабілеті оның жергілікті халық арасындағы мәртебесін арттырады. Тиісінше сұхбатты өзара сыйластық рухында жүргізу мүмкін болады. Үшінші критерий. Ақпаратты жедел дайындау. Аудитория үшін жүріп жатқан бәсекелестікте оқиға орнынан немесе іс-шара барысынан неғұрлым жылдам әрі дәйекті дерек таратқан бақ ұтады. Осы орайда еліміздің жетекші ақпарат агенттігі саналатын Қазақпараттың шет мемлекеттегі тілшілері аталған талаптарға сай бола отырып, бүгінде әлемнің 15-тен астам елінде қызметін абыроймен атқарып жүр. Олардың қатарында мен де бармын. Басшылық тарапынан Өзбекстандағы тілшіге бірнеше міндет жүктелген. Атап айтқанда, Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық серіктестік пен одақтастық қатынастарды нығайтуға бағытталған барлық жобаларды екі елдің халқына кеңінен түсіндіру, насихаттау. Жалпы қамтитын тақырыптарға қатысты шектеу жоқ. Негізгі басымдық экономика, саясат, мәдениет және басқа да салалар болғанмен жекеленген секторларда басты назарда. Ресми Астана мен Ташкенттің экономикалық тұрғыдан орталық Азиядағы жетекші ел саналатыны белгілі. Мәселен, үшінші Ренессанс атауымен Өзбекстанда жүргізіліп жатқан кең ауқымды реформалар тұтас аймақтың келешек келбетін қалыптастыруға ықпал етеді. Сәйкесінше, осы республикадағы өзгерістер жайлы мақалалар Қазақпарат агенттігінде жиі жарияланады. Сондықтан бақ мемлекеттер арасындағы сыртқы саяси бағдарды үйлестіру, бірлескен іс-қимылдарды пысықтау және өңірлік интеграцияны тереңдету мүмкіндіктерін қарастыруға жәрдемдесетін маңызды құрал деп есептеймін. Бұл ретте тілшіге жүктелетін жауапкершілік жоғары. Ол тек хабар таратумен шектелмейді. Сондай-ақ журналистер елдер арасындағы берік ынтымақтастық ұстанымын ілгерілетуге ықпал ете отырып, тиімді теңгерімді сақтай білуі тиіс. Елдің сыртқы және ішкі имиджін қалыптастыруда телевизияның, ақпарат агенттіктерінің атқаратын рөлі қандай? Бұл келесі сауал. Бұл сұраққа аз-кем тәжірибем негізінде жауап беруге тырысып көрейін. Менің пайымымша, ақпарат агенттіктері елдің сыртқы беделі мен ішкі тұрақтылығын қалыптастыратын стратегиялық маңызды институт. Яғни, ақпарат көздерінің кәсіби деңгейі жедел хабар таратуды және деректерді шынайы ұсынуды мемлекеттің жалпы имиджіне тікелей әсер етеді. Біріншіден, әлемдегі жетекші бұқаралық ақпарат құралдарының өзі жаңалықты әрқашан түпкі дерек көздерден ала алмай жатады. Осы кезеңде олар сенімді жергілікті агенттіктердің мәліметтеріне сүйене отырып хабар таратады. Сондықтан қандай да бір қазақстандық бақтың эксклюзив мақаласы мазмұны мен сапасы тұрғысынан шетел аудиториясының біздің ел туралы алғашқы түсінігін, көзқарасын қалыптастырады. Бақтың мемлекеттегі саяси реформалар немесе экономикалық көрсеткіштер жайлы дәлелді ақпараты жедел тарата білуі биліктің ашық шешім қабылдайтынын дәлелдейді және елдің халықаралық қарым-қатынас жүйесіндегі сенімді серіктес бейнесін нығайтады. Өздеріңіз білетіндей, қазір инвестиция үшін күрес күшейді. Осы кезеңде шетелдік инвесторлардың назарын аудару үшін табысты жүзеге асып жатқан инвестициялық жобалар мен тұрақты экономикалық өсім төңірегіндегі хабарларды халықаралық ақпарат алаңына шығару маңызды. Олар өз кезегінде мемлекеттің нарығын зерделеуге кірісіп, тәуекелдер мен мүмкіндіктерді саралайды. Әрине, инвесторлар бірінші кезекте бақта жарияланған мақалалармен танысады. Кейін қандай да бір бағдарламаға яки жобаға қаражат бағыттау шешімін қабылдауы ықтимал. Екіншіден, ішкі имидж бойынша сұраққа тоқталайын. Бұл ретте ақпарат агенттіктері қоғамдағы сенім деңгейін қалыптастыратын маңызды құрал саналады. Олар мемлекеттік органдар мен халық арасындағы көпір қызметін атқарады. Дағдарыс уақыттарында немесе төтенше жағдайлар кезінде дәйекті мәліметтерді ұсынатын ұлттық бақ жалған ақпараттардың таралуын шектеуге жәрдемдеседі. Бұл қоғамдағы тұрақтылықты сақтаудағы олардың айрықша рөлін көрсетеді. Үшіншіден, ақпарат агенттіктері тек жаңалық жеткізуші құрал емес, сондай-ақ олар сараптамалық материалдар әзірлеу арқылы өзгерістерді жүйелеп түсіндіретін құрылым ретінде де қызмет етеді. Мысалы, талдау мақалалар, ресми статистикаға негізделген шолулар, күрделі саяси экономикалық реформаларды тұрғындарға жатық тілмен жеткізеді. Бұл өз кезегінде азаматтардың ақпаратты дұрыс қабылдауына және
қоғамдық сананың объективті қалыптасуына әсер етеді. Тілшілер үшін, әсіресе халықаралық журналистер үшін елдің сыртқы және ішкі имиджін қалыптастыруға жәрдемдесу тек міндет қана емес, ұлттық маңызы бар миссия деп айтуға болады. Кезекті сұрақ, сіздің ойыңызша шетелдегі Қазақстанның стереотиптік бейнесі қандай? Шетелдегі Қазақстанның стереотиптік бейнесін бір жақты сипатта баяндау мүмкін емес. Ол әр аймақ пен аудиторияға байланысты түрлі бағытта қалыптасқан. Дегенмен ортақ бірнеше көзқарас бар. Ең кең тараған стереотиптердің бірі Қазақстанды әлі күнге дейін көшпелі мәдениетті ұстанатын ел ретінде тану. Бұл белгілі бір деңгейде тарихи фактілерге негізделгенмен, ол елдің қазіргі ахуалын, атап айтқанда республикадағы урбандалу үрдісін жан-жақты ашып көрсетпейді. Сонымен қатар, мен сұхбат құрған шетелдік сарапшылар Қазақстанды табиғи ресурстарға бай бола тұра тек шикізат экспорттаушы ел ретінде қабылдаған атап өтті. Олардың көбі ескі ақпарат негізінде талдау жасайды. Қазіргі уақытта еліміздің технологиялық даму жолына түсіп, шикізат экспорттаушы мемлекет мәртебесінен кетіп, дайын тауар шығару ісіне ойысып жатқан жайлы мәліметтер шетелдік сегменттерде қат. Кейбір жағдайларда елдің экономикалық әлеуеті толық бағаланбай жатады. Бұл ақпараттың жеткіліксіздігі мен халықаралық медиадағы Қазақстан бейнесінің жетілмеуімен байланысты деп есептеймін. Ол үшін жүйелі ақпараттық саясат қажет. Мемлекетіміз жайлы сапалы, шынайы және жан-жақты контентті халықаралық аудиторияға жеткізу тетіктерін ойластыру маңызды. Бұл жерде ақпарат агенттіктері, халықаралық медиа жобалар және көп қырлы дипломатия үлкен рөл атқара алады. Аталған олқылықтарды тиімді шешу арқылы Қазақстанға қатысты қалыптасқан кейбір стереотиптік көзқарастан арылуға болады деп санаймын. Кезекті сұрақ, Қазақстан туралы ақпарат шетелдік бақытта көбіне қандай контекстте беріледі және қандай тақырыптар немесе оқиғалар Қазақстанның имиджіне көбірек әсер етеді? Өзбекстандық бақта Қазақстан туралы мақалалар жиі жарияланады. Көбіне экономика, саясат, инвестиция және халықаралық сауда дәліздеріне қатысты хабарлар кездеседі. Мәселен, бауырлас халық Қазақстанның саяси бастамаларын жіті бақылап отырады. Атап айтқанда, еліміздің халықаралық ұйымдардағы белсенділігі, сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың биік мінберлерден айтқан ұсыныстары да шолушылардың назарында. Өзбек журналистері мен саясаттанушылары әсіресе таяуда болған конституциялық реформаға аса мән берді. Олар билік институттарының тиімділігін арттыру, басқару жүйесін оңтайландыру және азаматтық қоғамның рөлін күшейтуге қатысты бастамаларға ерекше тоқталды. Көршілес елдің тілшілері тек реформаның жүргізіліп жатқанын ғана айтып шектелмей, елдердің басқару модельдерін салыстырды. Алайда шетелдік бақта жағымды жаңалықтармен қатар ел имиджіне теріс әсер ететін оқиғаларда жарияланып тұратыны анық. Олар әлеуметтік мәселелерден туындайтын толқулар немесе төтенше жағдайлар. Осы орайда мен өзбекстандық тілшілердің кәсіби шеберлігін айрықша атап өткім келеді. Мұндай кезеңдерде көршілес елдегі әріптестеріміз тексерілген, бұрмаланбаған ақпаратты ұсынып, сол арқылы қоғамдағы негізсіз үрейді сейілтуге күш салады. Келесі сұрақ. Шетел медиасындағы ел имиджін қалыптастырудың коммуникативті және пиар тәсілдері мен Қазақстандағы тәжірибенің негізгі айырмашылықтары қандай? Бұл мәселені Өзбекстан тәжірибесімен салыстыра отырып қарастырсақ, бірнеше нақты айырмашылықты байқаймыз. Ең басты ерекшелік коммуникация моделінде. Дамыған елдерде пиар мен коммуникация әртараптандырылған және нарықтық мүддеге негізделген. Яғни, ел имиджін қалыптастыруға тек мемлекеттік органдар қатыспайды. Сонымен бірге, жеке сектор, тәуелсіз медиа мен креативті индустрия саласы жұмылдырылған. Ал Қазақстанда мұнымен әлі де болса ведомстволар айналысады. Мысалы, халықаралық тәжірибеде елдің бейнесін оқиға арқылы жеткізу тәсілдері қолданылады. Туризм, мәдениет, бизнес немесе жеке тұлғалардың жетістіктері арқылы мемлекетке жарнама жасалады. Біздің елімізде көбіне ресми хабарлар стиліндегі ақпараттар басым келеді. Бұл тәсіл ақпараттың дәйектілігін көрсеткенімен эмоцияға екпін түсірмейді. Ал қазіргі оқырман мен көрерменге жаңалықты жеткізудегі көңіл күй, ырғақ және тебіреніс маңызды. Өзбекстанның тәжірибесіне тоқталсам, кейінгі жылдары ел халықаралық имиджін ілгерілетуге коммуникацияның жаңа механизмдерінде бейімделе бастады. Атап айтқанда, туризмді дамыту, мәдени мұраны таныту бағыттарында елеулі өзгерістер болды. Яғни, өзбек тарапы виза режимін жеңілдетуге, шетелдік туристер мен блогерлерге арналған ақпараттық турлар ұйымдастыру сияқты пиардың заманауи құралдарына ден қоя бастады. Тиісінше, жыл сайын көршілес елдің көрікті жерлерін аралауға келетін шетелдік туристер саны орта есеппен 33-35%-ға өсіп келеді. Қазақстанда да мұндай бастамалар бар, алайда оларды тиімді үйлестіретін жүйе жоқ. Сонымен қатар, қысыл-таяң сәттерде аудиториямен кері байланыс орнату бойынша да айырмашылық бар. Қазақстанда бұл бағытта даму бар, дегенмен кейбір жағдайларда ақпараттың
дер кезінде жарияланбауы немесе оны әдейі шектеу сияқты әрекеттер байқалады. Өзбекстан мұндай ұстанымнан арылып, ашық әрі жедел кері байланыс орнатуға мән бере бастады. Осылайша елімізде қолданылатын коммуникация және пиар тәсілдер орталықтандырылған және ресми сипатқа ие. Ал Өзбекстан тәжірибесінде жеке сектор мен мемлекеттің үлесі тең сақталып отырғанын аңғарамыз. Сіздің тәжірибеңізде эфирдегі сюжеттер, ақпарат агенттіктеріндегі мақалалар Қазақстанның азаматтарының елге деген сеніміне, ұлттық бірегейлікке немесе патриоттық сезіміне әсер еткенін байқадыңыз ба? Ақпарат агенттіктерінде жарияланатын мақалалар қоғамдық санаға оң немесе теріс әсер ететіні анық. Дегенмен мен жеке қызметімді теңізге тамған тамшы ретінде ғана бағалаймын. Біріншіден, Қазақпарат нақты дерекке, ресми статистикаға және құзырлы органдардың мәлімдемелерін басшылыққа ала отырып хабар таратады. Бұл ақпаратқа деген сенімді арттыратын негізгі фактор. Мысалы, әлеуметтік экономикалық даму, инфрақұрылымдық жобалар немесе халықаралық келісімдер туралы материалдар жүйелі түрде жарияланып отырса, қоғамда ел дамып жатыр деген түсінік қалыптасады. Бұл өз кезегінде азаматтардың мемлекетке деген сенімін күшейтеді. Екіншіден, ұлттық бірегейлік мәселесінде ақпарат агенттіктерінің рөлі ерекше. Мәдениет, тіл, тарих, дәстүр туралы сапалы контент халықты ортақ құндылықтарға ұйыстыруға ықпал етеді. Өз тәжірибемде байқағаным, тарихи тұлғалар, ұлттық мерекелер немесе мәдени жобалар туралы мақалалар оқырманға өтімді келеді. Осы арқылы қоғамның тарихи мәліметтерге деген сұранысы бар екен және осындай бағыттағы ақпарат арқылы оны зерделеп терең түсінуге тырысатынын көреміз. Үшіншіден, елдің жетістіктерін орынды насихаттай білу, азаматтардың отаншылдық ұстанымын нығайтады. Спортшылардың жеңісі, ғылым мен білім саласындағы үздік нәтижелер жайлы жаңалық оқитын тұрғындардың кеудесінде мақтаныш сезімі кернейді. Себебі патриотизм көбіне нақты жетістіктер арқылы қалыптасады. Сонымен қатар кері әсер ететін тұстарда болуы мүмкін екен жоққа шығара алмаймыз. Егер мақала бір жақты сипатта жазылса, аудиторияның сеніміне селкеу түседі. Сондықтан қазіргі кезеңде ақпарат агенттіктері үшін тек жағымды жаңалық тарату емес, объективтілік пен теңгерімді сақтау маңызды. Цифрлық медианың дамуы жағдайында телевизия және ақпарат агенттіктері Қазақстанның имиджін қалыптастыруда өз позициясын сақтап қала алады ма, әлде жаңа платформаларға бейімделу қажет пе? Цифрлық медианың қарқынды дамуы ақпарат агенттіктерінің рөлін әлсіреткен жоқ, керісінше олардың жұмыс форматын жаңа деңгейге көтерді. Бақ өзінің беделін сақтап қалу үшін міндетті түрде жаңа платформаларға бейімделуі керек. Қазіргі аудитория тек сайттағы жаңалықпен шектелмейді. Әсіресе жастар әлеуметтік желі, қысқа форматтағы контент және мультимедиа өнімдерімен сусындайды. Сондықтан агенттіктер хабарды тарату тәсілдерін өзгертуі тиіс. Сұхбатты қорытындылай келе, ақпарат агенттіктері өз позициясын сақтап қана қоймай, оны нығайта алатынын тағы бір мәрте атап өткім келеді. Бірақ бұл үшін ол өз қызметін цифрлық технологиялармен ұштастырып, заманауи медиа талаптарын толық сақтай білу қажет.